Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызды. Грамматикалық тақырыбымыз көсемше. Алдағы сабақта балалар біз есемшенің жұрнақтарымен және сөйлемдегі қызметімен танысқан болатынбыз. Бүгінгі сабақта көсемшенің сөйлемдегі қызметі, көсемшенің жасалу жолдарына тоқталатын боламыз. Көсемше бірде үстеудің, бірде етістіктің қызметін атқаратын етістіктің түрі. Сөйлемде көсемше осында екі түрлі қызмет атқарады. Яғни көсемше іс-әрекеттің жай-күйін білдіріп, үстеудің қызметін атқарады. Кей кезде жіктеліп келіп немесе көмекші етістікпен тіркесіп келіп қимылды білдіріп, етістіктің қызметін атқарады. Ал енді көсемшенің жұрнақтарына тоқталайық. Көсемше осындай үш түрлі жұрнақ арқылы жасалады. Бірінші А, Е, И жұрнағы. Яғни бұл жұрнақ тікелей көріп отырғандарыңыздай етістіктің өзіне тіркеледі. Олар айтады, көреді, тыңдайды. Айт, яғни міне көріп отырғандарыңыздай тікелей айт, ады, көр, еді, тыңда, иді, яғни көріп отырғандарыңыздай тікелей етістікке тіркеліп тұр. Жалғанып тұр, Үп, эп, П жұрнағы арқылы жасалады көсемше. Жайлауға барыпты, табиғатты тамашалапты. Бар, ыпты, тамашалапты. Міне, яғни тікелей етістікке жалғанып тұр. Ғалы, гелі, қалы, келі жұрнақтар арқылы жасалады. Үлкендер бізге осыны айтқалы жүр. Міне, айтқалы. Яғни балалар міне көсемше осындай үш түрлі жұрнақ арқылы жасалып, сөйлемде көріп отырғандарыңыздай іс-қимылды білдіріп тұр. Мына жердің барлығында етістіктің қызметін атқарып тұр. Ал енді құрметті оқушылар, сіздердің кітаптарында мынандай бірінші жаттығу берілген. Бұл жерде графикалық сызбадағы мәтіндерді құрылғының пайда болу кезеңіне байланысты ретімен орналастырып көрейік. Бұл тапсырманы біз ауызша жасап көрейік. Тақырыбымызға оралатын болсақ, айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызды. Яғни, бұл жерде егерде тақырыпқа қатысты ойланатын болсақ, тақырыбымыз айшылық алыс жерлерден, әрине біз алыс жерлерден өзіміздің алыста тұратын туыстарымызбен, достарымызбен не арқылы хабарласамыз, не арқылы біз байланысқа шыға аламыз. Үнемі біз алыс жерлерге барып, жақындарымызды көріп, немесе үнемі қарым-қатынас жасай алмаймыз. Яғни біз мынадай байланыс құралдарының көмегі арқылы байланысқа шығып тұрамыз. Енді балалар, жалпы байланыс құралдары бұл телефон, жеделхат, факс, факсимилдік аппарат. Жалпы бұл телефон, бұл барлықтарыңа белгілі. Қазірде біз бұны қолданамыз. Бұны американдық ғалым Белл 1876 жылы ойлап тапқан екен. Яғни 19 ғасырда ойлап тапқан екен. Содан бастап бертінге дейін, яғни бүгінгі күнге дейін адамдар оны байланыс құралы ретінде пайдаланып келе жатырмыз. Алғашқы үлгілермен салыстырғанда телефон жүйесінің дамуы айтарлықтай жетістіктерге жетті. Жеделхат, яғни екінші бір атауы телеграф, телеграм деп айтып жатамыз. Телеграм арқылы берілетін жедел сипатты құжат, яғни бұл телефонға, кәдімгі телефонға құжат келеді. Жаңағы бұны біз телефондағы жаңағы ақпаратты немесе мәліметті екінші адамға, мекемеге жедел жеткізетін құрылғы. Факс. Бұл телефон арналары арқылы графикалық мәліметтерді, мәтінді, қағаз бетіндегі кестелер, сызбалар, графиктер, фотосуреттер, тағы да басқа жаңағы ақпараттар осы факс арқылы тасымалданады. Яғни осы телефон арналары арқылы осындай бір ақпараттарды жеткізуге болады. Кейбір кезде сканер деп айтып жатамыз қазір. Факс арқылы, яғни құжаттарды жеткізуге болады. Енді балалар
Бұлардың пайда болу кезеңіне байланысты айтып көретін болсақ, әрине бірінші телефон пайда болды. Телефонның қыр-сырын меңгергеннен кейін жедел хаттар пайда болды. Одан кейін факс пайда болды. Оқулықпен жұмыс жасап көрейік, балалар. Кітаптарыңдағы екінші жаттығудан мәтіндегі етістіктің есімше, көсемше тұлғаларын табу керек. Skype, WhatsApp, ВКонтакте, тағы да басқа мессенджерлердің артықшылығын кластер арқылы немесе постер арқылы дәлелдеп көріңдер. Яғни балалар, ең алдымен мәтінді мұқият оқып, мәтіндегі етістіктерге мән беріңдер. Етістіктердің жасалу жолына, яғни жұрнақтарына мән бере отырып, есемше және көсемшенің жұрнақтарын ажыратып белгілеу керек. Өзіңді тексеріп көр. Міне, бұл мәтіндегі сарымен белгіленген белгілер, яғни етістіктер, атын, етін, ған, итін, етін, яғни бұл алдағы өткен есімшенің жұрнақтары, еп, яғни бүгінгі өткен көсемшенің жұрнақтары. Балалар, бұл өлең жолын біз Ыбырай Алтынсариннің өлеңін қазір оқып танысып көрейік. Бұл жерде айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызған ол не? Әрине, ол балалар білім, ол өнер, ол жаңағы заманның дамуы, заманауи ақпарат алмасу. Егерде адамдарда білім болмаса, жаңағыдай дағды болмаса, түрлі байланыс құралдарын ойлап таппаушы еді. Әрине, ең алдымен бұлардың бұндай құрылғылардың барлығын ойлап табуға ең алдымен өнер керек адамға, білім керек адамға. Өнер, білім бар жұрттар деген өлеңінде Ыбырай Алтынсариннің осы туралы айтылады. Тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмыс отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді, теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай, білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенге танықтай. Яғни балалар, бұл ең алдымен біздегі телеграмның, ең алдымен жаңағы факстердің, телефонның шығып жатқан кезегіне байланысты туындаған өлең жолдары еді. Үйге тапсырма балалар 4-ші жаттығуда аласыздар. Бұл жерде деңгейлік тапсырмаларды орындап келесіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.